Сәлем достар, бүгін сіздермен пирогтың рецептімен бөлісемін. Бізге керек ұн, қамырқопсытқыш, сары май, қаймақ, жұмыртқа, тұз. Үлкен ыдыста ұнды, қамырқопсытқышты және тұзды араластырамыз. Жұмсақ сары майды қосып, крошка жасаймыз. Жұмыртқаны және қаймақты салып араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Салмасын жасағанша бетін жауып қойып қоямыз. Салмасына тауықтың төс еті, саңырауқұлақ, пияз, қызанақ, картоп керек. Пиязды 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Саңырауқұлақтың сыртын ашимыз, жумаймыз. Жусаңыздар суланып кетеді. Міне сыртын осылай оп-оңай пышақпен алып тастайсыздар. Саңырауқұлақты осылай тап-таза етіп ашып алдық. Енді 2 бөлікке бөліп тураймыз. Майға пиязымызды салып, қуырып аламыз. Тұз сеуіп, араластырып, қақпағын жаппай қуырамыз. Шамамен 5 минут қуырылғаннан кейін саңырауқұлақты салып, тұз сеуіп, қуырамыз. Тауықтың төс етін үлкендеу ыдысқа салып, соевый соус, тұз, паприка салып, араластырып, 10-15 немесе жарты сағатқа маринадтап қойып қоямыз. Картопты 4 бұрышты етіп майдалап тураймыз. Қызанақты да 4 бұрышты қылып тураймыз. Маринадталған тауықты 4 бұрышты қылып тураймыз. Салмасына тауықты, картопты, қызанақты және қуырылған пияз бен саңырауқұлақты араластырып, тұз бұрыш сеуіп, араластырып аламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды алып 2 бөлікке бөлеміз. Яғни бір бөлігі екінші бөлігінен сәл үлкендеу болу керек. Үлкендеу қамырын алып жайып шығамыз. Өздеріңіздің формаларыңыздың диаметріне сәйкес жаясыздар. Менде форманың диаметрі 30-40 кәдімгі стандартты духовканың диаметрі. Енді осы жайылған қамырдың үстіне салмамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Қамырдың кіші бөлігін жаямыз. Жайылған қамырмен пирогтың үстін жабамыз. Шеттерін өріп шығамыз. Жұмыртқа